Сәлеметсіздер ме? Мен Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектебінің география пәні мұғалімі Хадалхан Күнсұлу Мирабекқызы. Оқушылар, өткен тақырыбымыз мұхит суларының қозғалысы. Экранда тұрған QR-кодты сканерлеп, тест тапсырмасын орындайық. Оқушылар, экранға назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Жер бетінде әртүрлі апаттар болады. Олар жер сілкінісі, цунами, су басу, сел, қар көшкіні. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұхиттар мен байланысты апаттар. Оқу мақсатын басшылыққа ала отырып, сабағымыздың мақсатын анықтап алайық. Бүгінгі сабақ мақсаты мұхиттар мен теңіздермен байланысты апаттарды топтастырып, олардың себептерін анықтап, сақтану шараларын ұсынулары қажет. Аймақтық жерлерге байланысты тропиктік циклондарға атаулар беріледі. Мысалы, Солтүстік Америка және Тынық мұхитының оңтүстігі дауыл, мағынасы қатты жел, жойқын құбылыс. Қытай, Жапония, Вьетнам жағалауында тайфун, жойқын тропикалық циклон. Үнді мұхиты және Австралия маңы вили-вили, айнымалы күшті дауыл. Үнді мұхитының оңтүстігі Аракандар қатты дауыл. Қазақша мағынасы барлығы жел дегенді білдіреді. Тропикалық циклондар жыл бойы көбіне ең жылы уақытта пайда болады. Солтүстік жартышарда олардың көпшілігі тамыз және қыркүйек айларында, ал оңтүстік жартышарда қаңтар мен ақпан айларына келеді. Соның ішінде мұхитта болатын апаттардың ең жойқыны халықаралық метеорологиялық ұйымының мәліметі бойынша тропикалық циклондар болып саналады. Олар құйын, дауылдың желі, қатты нөсер, құма толқындар және су тасқынын тудыратын тропикалық циклондар. Тропикалық циклондар мұхиттардың үстінде әсіресе 5 градустық солтүстік ендік және 20 градустық оңтүстік, яғни экваторлық және тропикалық белдеулер арасында қалыптасады. Солтүстік жартышарда олар Атлант мұхитында, Мексика шығанағы Кариб теңізінде, Үнді мұхитында Бенгал шығанағынан Араб теңізіне дейін. Тынық мұхитында Каролин, Мариан, Маршалл және Гавай аралдарында пайда болады. Оңтүстік жартышарда олардың пайда болу негізгі аймақтары Үнді, яғни Мадагаскар аралдарының аумағы және Австралияның солтүстік батыс жағалауы, және Тынық мұхитында Австралияның шығыс жағалауында пайда болады. Оңтүстік жартышарда тропиктік циклондардың айналуы сағат тілімен бағыттас, ал солтүстік жартышарда сағат тіліне қарсы. Тропиктік циклонмен бірге найзағай мен жаңбыр қатар жүреді. Тропиктік циклон туралы алғашқы мәлімет қалдырған Христофор Колумб. Христофор Колумб Азор аралдарының маңында циклонға тап болды. Жойқын апаттардың бірі цунами. Цунами су астындағы жер сілкінісі немесе жанартау атқылауынан пайда болатын алып толқын. Атауының мағынасы жапонша толқынның көтерілуі дегенді білдіреді. Пайда болу себебі су түбінің көтерілуі мен төмендеуі судың тербелісін тудырады. Алғашқы биіктігі ашық теңізде 1-3 метр ғана, толқын ұзындығы 100-300 километрге дейін өте ұзын. Жылдамдығы 700-1000 км сағатына. Жағалаудағы әсері жылдамдығы азаяды, бірақ биіктігі 30 метрден асып, жағадағы нысандарды басып қалады. Қауіп факторы су массасының үлкен қысымы кемелерді, үйлерді, адамдарды жоюы. Нәтижесі ең алапат жағалаулық табиғи апаттардың бірі. Цунамиден қорғану шаралары. Жағалаудан қашықтау биіктігі теңіз деңгейінен 30-40 метр жоғары жерге кетіп қалу керек. Егер тұйық мүйіс жағалауында болсаңдар, ондағы биіктік 5 метрден кем болмауы тиіс. Жағалаудан кеткенде өзен аңғарымен емес, бетке жерді жоғары бойлап жағалаудан алыс кету керек. Өйткені цунами дәл осы өзендер арқылы құрлыққа терең енеді. Бірінші толқыннан кейін 3 сағатқа дейін жағалауға қайта оралмаған жөн. Өйткені бірінші толқыннан кейін әдетте күші қатты, екінші, үшінші толқын ілесе қайталанады. Тропиктік дауылдардың бетін қайтару.
Дауылды толқындарды тоқтату әлі мүмкін емес, бірақ олардың болу мерзімі мен географиялық орнын анықтауға болады. Тропиктік циклондарға ұдайы мониторинг жүргізіледі. Мұндай хабарландырулар Тынық мұхит жағалауында тұратын халықтар үшін маңызы зор. Тропиктік циклондарға жиі ұшырайтын мемлекеттерде Жапония, ақш, тағы басқа мемлекеттер жатады. Циклондарды зерттеп отыратын арнайы метеорологиялық орталықтар бар. Ал оқушылар, тақырып түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада дескрипторды басшылыққа ала отырып, цунами мен теңіз толқындарының пайда болуын және себептерін анықтайық. Олай болса, орындаған тапсырманы мына бейнеролик арқылы толықтырамыз. Негізінен алғанда жағаға қарай ұратын толқындарға жатқанымен цунами пайда болуына басқа толқындардың пайда болуына әсер ететін ай мен жер гравитациясының мүлдем қатысы жоқ. Цунамиде де ойысы және өркеші болады, және цунами су асты және үсті арқылы энергияны жағаға қарай бағыттайды. Айырмашылығы тек энергияны қайдан алатынында. Кәдімгі толқындар энергияны желден алады. Тиісінше жел тек судың бетіне әсер ететіндіктен толқындардың биіктігі де кішірек. Ал цунамидің энергиясы судың астынан басталады. Мысалға, су асты вулкан атқылауы, су астында болатын селдер немесе ең танымалы су астында пайда болатын сілкіністер. Олар жердің тектоникалық плиталар бір-біріне соғысқан кезде пайда болады және алып мөлшердегі энергияны су бетіне бөледі. Бұл энергия су бетіне қарай бағытталып, теңіз биіктігін орташа теңіз биіктігінен жоғарыға қарай көтеріп, гравитация арқылы қайта түсіп кетеді. Осы кезде энергия горизонт бойымен бағытын өзгертеді және шамамен 900 км/сағ жылдамдықпен цунамилер пайда болады. Цунами толқындары алыста пайда болған кезде оны жағадағылар байқай алмайды, өйткені энергия жағаға қарай су астымен жылжиды. Бірақ толқын жағаға қарай жақындай бастағанда толқын таяздалуы деген процесс басталады. Жағаға қарай бағытталған энергия жағаға шығуға күші жетпей, келе жатқан цунамидің жылдамдығын азайтады. Бірақ бұл кезде цунами жолындағы бүкіл энергияны жинап, биіктігін 30 метрге дейін жеткізіп, бар қуатымен жағаға қарай келе жатады. Цунами сөзі жапон тілінен айлақ толқыны деп аударылады. Өйткені бұл толқынды тек айлаққа жақындаған кезде ғана байқауға болады. Егер цунамидің ойыс жері айлаққа бірінші жететін болса, өркеші едәуір биігірек болады және бұндай цунамиді байқау тіптен қиын. Цунами толқыны адамдарды ғана шайып алып кетпейді, тіпті үлкен биік ғимараттарды жермен жексен ете алады. 2004 жылы Үнді мұхитындағы цунами адамзат тарихындағы ең қатерлі табиғи апаттардың бірі болды. Апат кесірінен оңтүстік Азияда 200 мың адам қаза тапты. Сонымен осы бір табиғи апаттан қалайша сақтана аламыз? Кей жерлерде цунамиден сақтану үшін биік бөгеттерді, ұзын қабырғаларды және жасанды су каналдарын пайдаланған болатын. Бірақ олар әр кезде қорғай бермейді. 2011 жылы биік цунами ұзын бөгеттерге қарамастан жапониялық Фукусима атом электр станциясын жермен жексен еткен болатын. Апат артынан радиация сол аймаққа тарап, 18 мың адамды мерт қылған болатын. Әлемнің көптеген ғалымдары мен политиктері апаттың алдын алу мақсатында мониторинг және сейсмологиялық зерттеулер жүргізу үшін алпауыт коммуникациялық желілер құруда, цунами сигналын тезірек байқай алу үшін. Табиғаттың күші едәуір мықты болғанда, оған қарсы тұрудың орнына оның жолына тұрмай қашқан дұрыс. Келесі тапсырма. Картамен жұмыс. Қауіпті гидросфералық құбылыстардың таралған аймақтарын картадан көрсетіңдер. Жақсы оқушылар, сабақты қорытындылау мақсатында QR-кодты сканерлеп анаграмма сөздерді анықтаңдар. Жақсы оқушылар, үйге тапсырма. Мұхиттармен байланысты апаттар тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді бағалап жіберіңдер. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.